Бүгін сіздерге керемет болып шығатын Ташкент шайының рецептімен бөліскім келеді. Өте дәмді, қанық болып шығады. Бастысы қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Мен өзімнің рецептімде нават және мятаны қоспаймын. Бірақ қалауларыңыз бойынша қосуларыңызға болады. Наватты қантпенен алмастырдым. Версиямда енді әркім әртүрлі дайындайды. Мен мынандай жаңағы шайнек алам. Бұл менде 1 литрлік шайнек. Осыған бір шай қасықты толтырмай қара шай салам. Кейін 1 шай қасық көк шай салам. Жапырақталынған түрін алыңыздар. Жапырақталынған түрі өте сондай дәмді жақсы болып шығады. Кейін 2 қасықтай қант қосам. Негізі нават болса нават қосуға болады. Тіпті 2 емес 3 қасық қоссаңыздар да болады. Кейін дәміне қарай өздеріңіз қарап көресіздер. Мята болса мята да қосуға болады, бірақ мен оны ата қоймаймын, сол себепті қоспаймын. Кейін лимон қосуларыңызға болады. Мен жалпы 2 түйір лимонды ортасынан бөлдім. Және де 2 апельсинді де ортасынан бөліп жасадым. Енді